музейімізге. Музейдің өзі ауылым алтын бесігім деген үлкен бір бөлімнен тұрады. Ауылымыздың тарихы, ауылымыздың шежіресі жазылған бұл бөлімде ауылдың тарихын ашу үшін әуелі біз облыстық мұрағаттан ауылды ашу туралы шешімдерді алған болатынбыз. Содан кейін ауылдың тарихы сараланды. Ауылымыз 70-ші жылдардың екінші жарты жылдығында Ералиев совхозы менен Илеш совхозының арасынан 35 мың мал басы менен Қарақұдық совхозы ашылған болатын. Қарақұдық совхозының ашылғанның уақытында орталығы болған жоқ. Алғашқы ол жұмыстарын Қызылсай елді мекенінде ауылымыздың қасындағы көрші ауылда отырып жасады. Ал ауылдың орталығы 78-ші жылы ашылып, ол Октябрьский деп аталды. Өйткені сол жылы күзде октябрь айында, яғни қазіргі қазақша айтқанда қазан айында 9 үй осы жерге қоныстанған болатын. Ауылдың алғашқы усадьбасы Октябрьский ауылының төрағасы болып Бесені Весен қызмет етсе, одан кейін ол жұмысты арғай жалғастырған Тасмағамбетов Аманжол ағай. Тасмағамбетов Аманжол ағай біздің Қарақұдық совхозында 81-85 жылдары, 85-91 жылдар аралығында совхоздың партком хатшысы болса, 92-93 жылдары Октябрь селолық кеңесінің төрағасы болды. Ал кейін 93-2008 жылдар аралығында Постан селосының әкімі болып, ұзақ жылдар бойына осы ауылымыздың көркейіп, өркендеп дамуына үлес қосқан азаматтардың бірі. Бұл кісі ауылдың тарихында, ауылдың атқарған қызметінде толықтай меңгерген, ол туралы сіздерге ерекше сұхбат береді деп ойлаймын. Саламатсыздар, мен сізден Қарақұдық совхозы туралы білгім келеді, сол туралы айтып кетсеңіз. Қарақұдық совхозы кеңшары сол кездерде Қазақстанда қой шаруашылығы жақсы дамытқан кезеңдер ғой енді. Ол Қазақстан бойынша сол кезде Совет үкіметін партия басқарды, коммунистік партия басқарды, партияның несі бойынша, нұсқау бойынша Қазақстанда қой саны 20 миллионға жеткізудегі сол кездер не болды да, үндеу болды да. Сол уақытта Маңғыстау облысында сол 1970 жылдардан 80 жылдары 500 мың қаракөл қой бағалары өсірілген екен. Сол қаракөл қойын шаруашылығын дамыту өсіру бағытында жаңадан шаруашылық ашуға тура келген. Соның бірі Қарақұдық совхозы 1977 жылы қазан айында Ералиев атындағы совхоздың нөмірі 1-ші фермасы, яғни Қызылсу жеріндегі нөмірі 1-ші фермасы, сосын және Илеш атындағы совхоздың Бостан Қарақұдықтағы нөмірі 2-ші фермасын екеуін біріктіріп, жаңадан шаруашылық Қарақұдық совхозы құрылған еді. Қазан айында. Енді сол кезде шаруашылықтың басшысы болып, сол Илеш атындағы совхоздың бұрынғы директоры Әбішев Сәбит келіп, осы жерде шаруашылықтың негізгі болашақта орнын қарап таңдағанда, осы қазіргі Бостан ауылының отырып тұрған жерін сол кезде таңдаған көрсе себебі, сол кезде мына Жаңаөзен қаласындағы мына көрші Қызылсай кенті ол кездерде ескі өзен дейтін еді. Соның іргесінде өндіріске жақын болсын деп, өндірістің сол кездердегі көмектерін пайдалану үшін халықтың өндіріспен бірдей қатынап жұмыс жасауына да кішкене сосын қатынасқа түрлі бір жеңілдіктер болды. Өндіріске жақын сосын сол мақсатта өндіріске жақын жерден осы Қызылсайдың іргесінен 1,5 километр жерден осы шаруашылық негізгі орны белгіленген еді. Сол белгіленген орнын, осы шаруашылықтың белгіленген орнының арқасында қалғалы күнге дейін басқа жаққа көшпей, тарамай, сол халқы әлі күнге дейін сол жүріп өмір сүріп жатыр. Мына көрші ауылдарға қарағанда, Сенек пен Құланды ауылдарына қарағанда біздің ауылда тұрақтылық сақталып келеді. Әлі күнге дейін халық көшпейді, отырып, баяғы жергілікті халық отырып, осы жерде күнелтіп өндіріске жұмыс жасап жатыр. Бір жағы әртүрлі шаруалармен өзінің қатынас болмай болғаннан кейін. Енді шаруашылықта сол кездері екі ферма 35 мыңдай қой болыпты. Екі ферма сол жаңа айтқан. Сосын осы жерде 78 жылдан бастап
үйлер салынып, сол кезде 9 үйде 10 шақты үй салынды. Сол кезде бірінші шаруашылықтың мына прорабы дейді ғой, құрылыстың жетекшісі болып Тәкенов Сандуза болды. Сосын басты есепші қасы болып Рахмет Наурызбай келді. Қалған мамандары бірінші келген, сосын мына Төлеу Ожан деген секенді. Сол кездегі 3-4 адам болып келіп осы жерде іргетасы қалаған, бастапқы орналасқан белгіленген жер сол кезде жабыстырып тастаған. Енді содан кейін шаруашылық бұл енді таңдағаннан кейін, біріккеннен кейін бұл енді шаруашылық өсіп дами бастады. Мал басы көбейді, жаңадан қоралар салынды, үйлер салды шопандар үшін. Мына орталық үлкейіп, сол жоба бойынша типтік жобамен үйлер жақсылап салынды. Көше бойымен өзен реттерімен сол кезде электр энергиясын су жүйесіне қосылды. Барлығы нелер салды. Совхоздың мысалы жаңағыдай терелейтін цех ашылды, жем цехы салынды, гараж, автомастерская барлығы салынып кәдімгі деген мектеп 1979 жылдан басталды. Бастапқы кездерде мына Қызылсай ауылындағы мектепке балдарымызды қатынап оқытты. Сосын конторымызды негізі сол жаңа неткенде Қызылсай ауылындағы бұрынғы ескі бір Өзенмұнайгаздың бұрынғы бір ескі бірінші конторларының бастапқы конторларының соның конторының бір 3-4 бөлмесін отырып нетіп басқарып бір жерге кетіп 79 жылдан бастап өз алдына осы жерге келіп жаңағыдай амбулатория, мектеп, барлығы нелерін әлеуметтік объектілер салынып іске қосыла бастап беріле бастады. Енді мына осы Октябрьский селосы негізі құрылу несі сол кездерде мына Октябрь революциясының Совет үкіметінің негізі құрылған несіне 70 жылдығына құрылған аста Октябрьский селосы деп аталған екен. Октябрьский деген атау да. Октябрьский атауы 1993 жылы Бостан селосы өзгертілді. Қазіргі өзіміздің жерге тарихы өзінің атауына қайтарылды. Енді шаруашылығымыз енді сол кездерде мына жақсы дамылды, мал басы өсті, әлеуметтік нелердің барлығы, инфрақұрылымдардың барлығы салынып еткеннен кейін бұл облыстағы үлкен шаруашылық болды. Ауылымыздың уақытында көрікті ауылдардың бірі болып, облыстағы үлгілі ауылдардың бірі, ауыл селоның бірі аталды, атағы берілді. Ол кездегі село кеңесінің төрағасы Бесен деген ағамыз болды. Абыройды жақсы жұмыс жасады, елмен халықпен бірге осы мына ауылдың іргетасын қалап, ауылдың көркеюіне үлес қосқан басшылардың бірі болды. Жаңа шаруашылықтың дамысына өткен үлес қосқан Әбішев Сәбит, сосын мына сол кездерде шаруашылықтың бас болмады Озғанбай Бегалды, Рахмет Наурызбай, сосын мына Тәкен Сармырза, көптеген жақсы мамандар болды. Мына Асқар Балиқа дегенде жас маман, сол кездердегі жас мамандар барлық осы кісілерге жақсы сол кезде біріккен жақсы бір коллектив ұжым болып қалыптасты да. Бұл енді соның арқасында біз облыстағы жаңадан құрылса да облыстағы белгілі ілгері дамыған шаруашылықтың бірі болып отырды. Соның шаруашылықтың дамыған несінде бүкіл одақтық мына сол кездегі орталық комитетінің ауыспалы қызыл туын жеңіп алған үлкен бір сыйлыққа құрметке ие болған шаруашылықтың бірі болды. Неге десем, бұл сол кездердегі орталық комитетінің ауыспалы қызыл туы алуын одақ бойынша алу деген үлкен бір жетістік нәтиже жетті. Сол біздің дамығаны, мал басының көбейгендігі, өскендігінің, шаруашылықтың дамығандығының белгісі сол еді. Енді мына негізгі келгенде шаруашылық өткеннен кейін каракөл қой ғой. Каракөл қойдың негізі басқа мал тұқымынан асыраған бұл каракөл елтірісен бір терісен беретін қойдың тұқымы. Сол мына теріден, каракөлден жақсы тігілген әдемі боялған, тігілге иленген нелерден жақсы киімдер тігіліп, мына каракөл етір сол кездердегі мына халықаралық рыноктарға сатылып,
жақсы бағамен өте осы совет үкіметі үлкен табыс берген не берген сол каракөл елтірісі осы совет үкіметінің кезінде. Кеше мына совет үкіметі құлағаннан кейін Қазақстан өзен дамығаннан кейін каракөлдің несі каракөлдің бағасы несі кішкене төмендеп кетті дағы. Ал Қазақстанда осы каракөл қойдың негізгі бағыты сол кездердегі кәдімгіден каракөл деген совет үкіметі бойынша Қазақстан бойынша 6 миллион каракөл қой болған екен. 35-36 миллион каракөл қой болды Қазақстан бойынша, соның ішінде 6 миллион каракөл. Біз енді сонда 30-40 мыңға дейін қойды өсірдік. Енді жаңада содан кәдімгі деген мына жас төл алу жөнінде біздің атақты шопандарымыз жақсы көрсеткішке жетті. Жаңағы Қойтан Өтесбай дегендер, Бүркітбай Меңдібай, Беркетов Шайқы, атақты шопандарым көп болды біздерде кәдімгі деген. Жолдыбаев Дәуім дегендер кісілер, Бүркітбай Меңдібай дегендер, еңбек ошақтары, олардың барлық еңбектері кәдімгі деген біздің өзіміздің кәдімгі деген сол кездердегі елдің халықтың алдында белгілі бір атақ дәрежеге жеткен кісілер еді. Осы енді Әбішев Сәбиттің еңбегі зор, енді осы Қатыра қосылатын совхоздың директоры болып Қызылғой Еркебай деген ауылдасымыз жұмыс жасады. Ол да абырайлы жұмыс, жақсы жұмыс жасады. Кәдімгі деген осы шаруашылықты дамытуға көптеген үлестер қосты. Енді осы біздің мамандарымыз, азаматтарымыз көптеген осы жақсы жұмыс жасағанның арқасында облыстық дәрежелерге көтеріліп кетті. Мысалы, жаңа Әбішев Сәбит облыстық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы болып кетті. Тікелей осы жерден. Орда басқа да біздің мамандарымыз, жас мамандарымыз көтеріліп басқа жақтарға жұмыс жасады. Ауылымыз кәдімгі деген сол замандардағы бірінші біздің басқа ауылдарға қарағанда бір орталықтан жылу жүйесіне қосылған ауыл болды. Басқа жерлерде сөзімше орталықтағы жылу жүйесі бір орталықтан суландыру дегендер онда көп не болған жоқ. Біздің ауылда сөзімше басқа ауылдарға қарағанда бірінші кезекте үйлерде көріктеніп тұратын жақсы нелер қоршаулар салынды, жақсы сондай нелер болды уақытында. Дұрыс асфальттанды, екі жақ Қызылсаймен ауылмен, сосын ауыл ішіндегі асфальттар. Біздің Жебел Өсиғында Мәжип Нұрмағамет деген азамат жұмыс жасады. Ол завод шығады, жеммен шөпті ұсақтап, содан кәдімгі деген қоспалы жемнің басқа бір түрін дайындап шығарды. Ондай жем басқа ауылдарда, басқа совхоздарда болған жоқ. Біздің Қарақұт совхозындағы Мәжип Нұрмағаметтің арқасында завод шығарды, завод болды, завод деуге болады. Кәдімгі деген барлығы транспорттар, барлығы механизммен жұмыс жасады. Заводпен бірдей болды. Мана барып сояқты көріп кетіп едік. Мана сол жерді барып көріп кеттік. Ол завод болды онда кәдімгі деген. Кәдімгі үшекке салып, кәдімгі транспортмен жүріп тұрды, барлығы механизммен жасады. Жемді ұсақтау, жеммен шөпті ұнтақ қылып, қоспалы жемге қосқанда жаңағыдай бір кармас емес дейді, қоспалы жем шықты да. Оны шопандар кәдімгі бергенде кәдімгі шегіп, барлығы кәдімгі машинамен доставка, сендір доставка деген болды. Басқа жерде ондай болған жоқ сөздің ішінде. Басқа ауылдарда сондай кәдімгі деген. Біздің өркениетті сол кездерде біздің елдеріміз жетістеген елдеріміз болды, заводымыз. Сонымен мақтанып действительно біздің немізде соларды қызметтеріміз басқа ауылдарға қарағанда ілгері көшірілген болды. Біз механизммен дамыту сол кездерде инженерлеріміз жақсы қызмет жасады. Жұмадыбай помощниктердің кісі өте жақсы жұмыс жасады. Осы жаңалыққа, техниканы жаңалтуға көптеген жақсы үлес қосқан. Біз қазір ауылымызда үлкен бір батагөй ақсақалдарымыздың, ағаларымыздың бірі елден кәдімгі дұрыс бір сөзін айтын, біріктіріп жүретін елді татуландыратын Озғанбай Бегал деген осы мал шаруашылығының бас маманы болды, басқа техника. Ода сондай іске тиянақты осы ауылды мал шаруашылығын дамыту үшін үлкен үлес қосқан азаматтардың ауылдың ағаларымыздың бірі еді. Мамандарымыз да біздің Қарақұт совхозының мамандары да облыс көлемінде өте өзі орын алатын азаматтардың бірі жұмыс жасаған үлкен ұйым болды. Енді жаңа Қаракөл жөнінен енді тағы да айтқан енді біздің цехта жаңа Қаракөлді соятын, тері шығаратын біздің осы жерде тері өсек болды. Қазір мына
спорт площадка бар ғой жердегі, соның орнында. Біздің ол жерде кәдімгі деген үлкен бір кәдімгі деген келген каракол қозының кәдімгідей өзің конвейерге салып, өзің сеп қой, кәдімгі механизммен жасап, соны іріп, сойып, теріні бөлек шығарып, тұздайтын да ол әдейі кәдімгі станоктар болды біздерде. Кәдімгі сол кезде механизм. Осы Қарақұдық совхозында болды ғой. Совхозда кәдімгі барлық механизм атқарылды. Жөнейт дегенсі болды. Жалғасырақ жөнейт деген осы терелеу цехының убойный пунктте терелеу цех, тері өңдеу каракол қозы сою илеу цехының бастығы жалғасырақ жөнейт деген кісі болды. Абырайды жақсы жұмыс жасады. Олардың барлығы одан өліп кетті. Жаңағы көпшілік азаматтар, шаруашылық басқарған азамат Әбішев Сәбитте, жаңағы Қызылқұй Керкебайда, Бейсенде, Мәжіп Нұрмағамбетте, Озғанбай Бегалды, олардың жатқан жері жайлы болсын. Осы ел үшін, халық үшін, шаруашылық дамыту үшін аянбай еңбек еткендердің бірі. Қызылқұй Керкебай деген директор шаруашылық басқарған күні түнімен жұмыс жасап жүретін еді, түнде жүретін еді. Осы шаруашылық қалай дамытам, қалай өсіріп, қалай нетеді, мал ауылдары. Рахмет, күшті мәліметтер мәліметтер жаңағы алдық. неміз бойынша біздің жаңағы осы Бостан деген ауыл енді біздің содан кейін де біздің ауылымыз жүрек. Біз енді көрші ауылдарға қарағанда біз мына ауылды газдандыру жөнінен 1998 жылы біз ауылымызды газ жүйесіне қостық дағы. Біз басқа ауылдарға қарағанда біз кішкене ертерек қимылдап, осы халықты тоңдырмайық, нетпейік деп, осы қыстың кезінде біз нетейік деп, сол газға қосылып отқанда мына көрші Қызылсайымыз, Сенек ауылдарда ол түсірушілік газ дегенді кейіне біздің 5-10 жылдан кейінне қосылды дағы. Біз соның үшін халқымызға қызмет жасайық, ауылды ел халықты тұрақтанып тоңдырмай, халыққа жағдай жасайық деп газ жүйесін қостырдық. Асфальтты да шамасы келетін, ауылға келетін асфальтты тартырдық. Су жүйесінде су ұстап қалдық, сөзім үшін болды. Шаруашылық тарап атқанда біздер сөзін өстіп осы халықты су жүйесіне, газ жүйесіне, тоқ жүйесіне өтіріп шамасы қызмет беру жүйен қиындықтар көп болды. Сол кезде де осы қиындықтар жетіп, осы күнге дейін қазір ауылымыз қазір деген 300-ден шаттық өткен сөйлескенде 350-ден 340-тай үй тұрады екен осы. Бұл деген егесі 300 өсіп кеткен. Мынау көрші, мына 3-4 ауыл бар, Қарайық ауданында. Болашақ, Құланды, сосын мына Сенек ауылдарына қарағанда біздің ауылдың халқының тұрғын саны, үй саны басқа ауылдарға қарағанда көп болып тұр. Сондықтан тұрақты отырықшы ел болып, тұрақты ел болып, осы жерді мекендеп жақсы тұрып отқан ауылдардың бірі қазір облыстағы көлеміндегі қатынасқа да оңай, халықтың мектебімізде Төлебай деген азамат шаруашылыққа осы мектебін басқарды 23 жылдай болды. Ал сол кезде де мектебіміз деген осы аудан көлемі, облыс көлеміндегі алдыңғы мектептердің бірі болды дағы. Төлебайдың еңбегін атап өтуге болады, былай қарағанда осы барлық сол әр саладағы нелеріміз барлығы абырайлы уақытында қызмет жасап, осы елдің көбейгені қызмет жасап, азаматтардың көпшілігі үлес қосып, бірігіп жұмыс жасағандардың арқасында осы күнге жетіп отырмыз ғой енді. Рахмет көп.